Оның асыға күтетін көрермені, әніне құштар тыңдарманы көп. Ол тамылжыта шырқаған әндер әуезділігімен, өзіндік нәзік иіріммен жүрекке жетеді. Тағдыр жолының бүгінгі кейіпкері өнерді жанына серік етіп, сахнаның сәніне айналған шынайы талант иесі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақконцерттің солисі Бағдат Самидинова. Тарихы терең, табиғаты таңғажайып меркі, талай таланттарды түлеткен киелі өлке. Бағдат Самидинова да осы қасиетті өңірдің мақтанышы. Жастайынан әжесінің әніне елтіп өскен кейіпкеріміздің өнерге деген құштарлығы сол балалық шақта басталса керек. Алғайда үйге қонақ келсе де әйтеуір, менің қызым өлең айтып, мен ортаға шығарып қойып, өлең айтқызатын. Сонда енді оның өзі бір ақырын бейімделіп келе жатқаным болу керек. Сол әншілік өнерге, өнерді жақсы көргендігім шығар деп ойлаймын. Соның өзі маған бір әсер берген болар, себебі апам өлең айтатын. Әжемнің қолында өстім. Мен еш қиындық көрген жоқпын. Себебі әкемнің інісі, туған інісі, сон бір қыз ғана болды. Біз төртеу болатынбыз. Төртеудің апамның барында үлкен әпкем күйеуге шығып кетті. Ортаншы әпкем Қадиша деген. Оны сол үйде жүріп тұрмысқа берді. Одан кейін ағамыз болды, Мұрат деген ағам болды. Одан кейін ең кішісі мен болдым. Бәрі бізді қолына алып алды. Ешқандай қысылтаяң, бір жаман қабақ, ондай ешнәрсе көрген жоқпын. Мен еркелеп өстім. Біреулер келіп, қарындасың деп болмаса тағы бір нәрсе, сондай енді сенің қызың емес дегенге келтіріп айтатын болса, тәтем ренжитін. Тәте деп әкемізді айтамыз біз. Тәте дейміз. Апам әжем болды. Әжем де, тәтем де мысалы, маған бір сөз келтірген жоқ. Кішкентай балалар бір күні ойнап жүріп, мысалы, сен сондай әке-шешең жоқ деген сияқты маған айтты да бір күні. Сонда мен кәдімгідей ойланып, кәдімгідей жылап қалдым. Жылап қалып, сол күні кешке дейін жылағаным бар. Сонда тәтем келіп, құшақтап, барып аналармен ұрсып жүр. Ол кісі қызметте болған кісі, онша анау-мынауға мән бермейтін, бірақ құшақтап, құшағына қысып, басымнан сипап, мейірімменен былай қарап, сол кезде сондай бір мейірімге, ылғи мейірімді аңсап тұрам, соны сағынып тұрам, көрінгенге ашыла бермеймін. Ашылғанда сондай бір менің көңілімді тапқан, кілтімді тапқан дейді ғой, сондай адамдарға ғана ашылып. Екеуміздің аздап тағдырымызда ұқсас, біз ата-анамыздан ерте айырылып қалдық. Сол өмірдің қиындығын кішкентай кезімізден көрдік, қиындыққа шыдап, бәріне шыдап, тамаша өнер деген әлемге қатарлас келіп қалдық. Мен енді семья жағдайымен жалпы Розадан да, Бағдаттан да бәрінен 5 жыл кейін келдім. Сол кезде бір күні Қазақконцерт, біздің Алматыдағы бұрынғы ғимараты, ескі ғимараты, бір концерт болды. Сол концертте орысша бір ән айтып тұрған қыз көзіме түсті. Онда да елең етіп, дауысына таңғалып, өйткені ол сахнада ән айтып жүрген танымал әнші. Мен ауылдан жаңа келіп, оқуға түсіп, ән әлеміне енді кірген кезім. Екінші концертте Шәмші Қалдаяқов ағамыздың кеші болды. Сол жерде Шәмші ағамызды тұңғыш рет көрдік. Ол кісі сөйледі, қатты толқыды. Бір сөйсем 60 жасқа толған концерті болған екен. Сол жерде де мен Бағдатты көрдім. Қазақ өнерінде осындай әнші бар. Қайталанбас даусымен, өзінің сахнадағы жігерлігімен, талмай еңбек ететіндігімен өнердің биігіне көтерілгені әрине соның арқасы. Бағдат Самидинова бақытын өнерден тапқан жан. Өмір өткелдерінде талай қиындықтарды бастан өткерсе де мойымады, еңсере білді. Өнерге деген адалдығы, әнге деген шексіз махаббаты оны алға жетеледі. Өмір болғаннан кейін бәрі болады. Жалпы қазақ әйел адамның алға шыққанын қаламайды. Ата-енемдер сондай кісілер болды да, кішкене байтал шауып бәйге алмайды деп сөйтіп айтып қоятын. Жарайды, шаппай-ақ қояйын деп өзімді былай ұстадым да. Бірақ бәрібір іштегі өнер ол сыртқа шықпай қоймайды екен. Сол
сөйтіп жүргенде енді алысып жүріп бәріменен бала да болды менде, үйге де қарадым, келін болдым, 2 қызым бар ғой, бірақ бәрібір болмады. Бізде тұрмысымыз жараса алмадық. Біз гастрольдік сапарларда да бірге жүрдік. Сол сапардың өзінде кішкене қызғаныш пайда болады. Мен күніге радиоға кетемін, концерттерге кетемін. Мен алып кететін жеке енді. Қазақ концертте өте көп концерттер болды. Сол концерттердің бәрінде мен жүретінмін. Одан кейін радиоға барам, запись жазам, түнге қалам, студияда болам. Сондай. Енді мен 10 жерден байлақ қойса да соған кетіп қалады. Шынымды айтқанда. Мен енді өнерге деген құштарлығым шығар деп ойлаймын. Сол ешқандай тоқтата алмаған мен. Барам мен, жүр енді қасымда жүр ондай болса. Мен ананы жазуым керек, мынаны бүйтуім керек дейсің ғой енді. Дегенмен осылай енді, солай болды. 2 балам өзім асырадым, бақтым, білім бердім. 2-еуі де Казгуды бітірді, 2-еуі де Казгудың магистратурасын бітірді. Бәрін жағдайын жасаған сияқтымын енді. Кім біледі, олардың да арманы бар шығар ішінде. Бір арман сол әкесіз өскеніндегі болмаса, ешкімнен кем қалған жоқ. Ана деген сол ғой. Мен солар үшін өмір сүрген сияқтымын. Анам үшін өнері оның әрқашанда бірінші орында болатын. Кішкентай кезімізден анам гастрольдік сапарға жиі шығып тұратын. Мүмкін өтпелі кезеңде анама бір реніш болған шығар, маған көңіл бөлмедің деп. Ал қазір өсе келе түсінгенім, анама алғысым шексіз. Өзінің өмірін сүре білді, өзінің өнерін дәріптей білді. Сондықтан анама деген алғысым шексіз. Бізге өмірді қалай сүру керек екенін үйретті. Анам шығармашылық концерт берген кезде біз әпкем екеуміз сахна сыртында жүреміз. Көп адамдар сұрап жатады, неге жүргізбейсің деп. Сонда мен күліп айтамын. Сіздер үшін ол әнші, жұлдыз, шығармашылық адам. Мен үшін ол анам. Сондықтан сахна сыртында тек қана амандығын тілеп, концерт дұрыс өтсе екен деп тілеп отырамыз. Кейінгі жылдары бір қиын кезеңдерді бастан өткізді. Соған қарамай, мойынсынбай, өз-өзін жеңе білді. Мен әрқашан күліп жүремін. Бәрін күліп, көңіл күймен жеңеміз. Сіз өмір бойы жеңімпазсыз, жеңіп келесіз, жеңіліп көрген жоқсыз. Жеңілген де жерім болды. Бәрі кешіп келіп ататты маған. Әбден толықсып, үлкен сахналарға шыға бастаған кезінде мені артымнан тартатын адамдар көп болды. Бірақ мен жылап аламын да. Тек алға деймін ғой. Талай кедергілер көп болды. Қандай кедергілер? Ашып айтсын. Енді мысалы, концертке шығайын деп жатсаң, ол концерттен алып тастайды. Ол кім ол дейді. Ол жап-жаса ол әлі алдында. Біз шығуымыз керек дейді, мысалы, кейбіреулер. Сөйтеді, шетелге бар қосады кейбір. Сол кезде енді кетіп бара жатсаң, 1 апта, 2 аптаға қағаз алып тастайды. Жыламай не істейсің енді? Барып, жылап отырғанда өзім. Болды сонымен. Ұмытыла беретін. Соның бір күні бір ағай айтты, сенің болашағың алда талай мұндай шетелде сенде болады. Сенде талай осындай үлкен концерттер болады. Деген рас, бәрі де болып жатыр расында. Құдайға шүкір талай шетелдік сапарларға бардым. Бағдат екеуміз 1979 жылдан бастап Қазақ концерт бірлестігінде жұмыс істеп келеміз. Өнерде біргеміз. Енді бұл аз уақыт емес, 45 жыл зымырап өте шықты. Былай айтқанда, Бағдаттың қазақ ән өнерінде өзінің ерекше орны бар, жолы бар. Екеуміз осы бір өнер жолында үлкен дос болып, апалы сіңілдей келе жатырмыз. Екеуміздің тағдырымызда бір деп айтуға болады. Ол жалғыз 2 қызын тәрбиелеп өсірді, оқытты, тұрмысқа берді. Қазір немерелерін сүйіп отыр. Мен де 2 ұлды тәрбиелеп өсірдім. Сонымен қатар екеумізде сол өнерімізді тастамай, әнімізді тастамай, осы қазақтың сахнасында еркелеп жүрміз. Біз бақытты адамдармыз.
өнерде жүрген, сахнада жүрген әртістер бұл нағыз бақытты адамдар. Мен әрқашанда Бағдаттың шығармашылық табысына қуанып жүрем. Себебі екеуміздің былай айтқанда достығымыз, адами қасиетіміз, әйелдік тағдырымыз бір. Сондықтан бақытты болсын деп тілеймін Бағдатқа. Көзіміздің қуанышы, еліміздің, біздің Жамбыл облысы өңірінің мақтанышы, қуанышы Бағдат Сәмидинова апамызды талай теледидардан көріп жүрдік. Одан жаңағы Қазақконцертке келіп, Бағдат апамызбен әріптес болдық. Ол біз сияқты жап-жас сол кездегі бозбала жігіттерге ол үлкен қуаныш, мақтаныш болды. Содан Қазақконцертте Бағдат апамызбен талай іс-сапарларда, гастрольдік сапарларда талай бірге жүріп, тәлім, тәрбиесін, өнегесін аямай бізге төгіп, үлкен буын өнердегі, өмірдегі апамыз ретінде біздің көсегемізді көгертті десем қателеспейтін шығармын. Сахнаның дүлдүлі деуге толыққанды айтуға болады. Шынында кең тынысты, кең дауысты, толыққанды ұлттық болмысты, ұлттық өнерді алып жүрген үлкен апамыз. Енді 50 жылдан аса сахнадағы өмірі бар өмірін осы сахнаға арнады. Кешегі Рабиға апаларымыздың ізін жалғастырған, Роза апаларымыздың ізін жалғастырушы, біздің көз алдымызда тұрып жүрген аңыз деуге болады. Көп өнеге, көп дүниелерді сахнадан алуға болады. Ән таңдауда және жалпы болмысы, қайраткерлігі, мінезі, былай сырттан қарағанда өте қатты, бірақ сахнаға келгенде жібектей жібіп қоя береді. Халықтың алдына келгенде өзінің сондай бір кішіпейіл екенін көрсетеді. Сондықтан аяулы ана, қай жағынан келсек үлгі болатындай, өнерден де, өмірден де үлгі тұтатындай қазақтың үлкен қайраткер апайымыз. Үлкен кішіге бірдей мерейін төгіп шуаққа бөленіп жүретін кейіпкеріміздің достары да, құрмет тұтатын жандары да баршылық. Менің ауылда өскен Әсетгүл деген досым бар. Мысалы, көп нәрсені сонымен сырласам. Гүлнар деген. Осы жерге келіп тапқан мына 10 жылдай болып қалды ғой. Назипа, Камал деген жазушы ғой енді. Назипа да үлкен қызметте жүрген адам. Бір өзімізше тіл табысып, кәдімгідей араласып кеттік. Менің жанымда жаны қалмай жүгіріп жүретін Алтын деген Махамбетова. Балалары композитор ғой. Бәкем, не істейін, сізге не істейін деп осы сөйтіп жүреді. Жаныма ғой, қасымда жүрген шәкірт деп тәрбиелеп жүрген Нартайым бүткіл ісіме жүгіріп, бәрін сол тындырып жатыр. Міне жақсылық деген. Ата-анасының тәрбиесі ғой әрине. Сондай кішіпейіл болып өсірген. Сондай адамдар қасымда көп өте. Достарым бар, жолдастарым бар, мысалы. Ақыл кеңесін беріп ылғиды. Шығармашылық байланысымыз енді тығыз деп айтсақ болады. Қазір енді біздің анамыздай болып кетті ғой, шыны керек. Оның энергиясына қарап, біз өзіміз сол позитивті аламыз. Әкпенің сахнаға шыққан жүріс-тұрысынан біз былайша айтқан кезде көп тәрбие алдық. Бізге ғана емес, айналасында өте шәкірттер өте көп. Қаншама шәкірттерге қол қабыс қылған, жаңағы қолдау көрсеткен, өнерлерін шығаруға жол ашқан жан десек те болады. Негізі Бағдат апайымыз біздің бауырмашыл ғой, өте бауырмашыл. Оны жақын білген адам біледі ғой. Жандарына жинап алып жүреді жастарда. Енді сондығынан шығар, шаршамайтын айналасын бәрін өкен жастарды. Гастрольде жүрген кезде де айтып жатыр ғой. Таңғысын біз енді жайлап тұрып жатсақ, ол кісі азанмен тұрып алып жаңағы шаршамайды ғой. Мысалға жасы қанша не болса да Алла енді күш қуат берсін, көңілді жүрсін деп қасынан табыламыз. Содан кейін жаңағы концерттер болса да, басқа жаңағы іс-шаралар болса да, бірден хабарласады. Жаңағы маған шығады, Нартай не істейміз, мынаны қалай қыламыз, мынаны не істейміз деп. Мәкең негізі тікелей осы Бағдат әкеміздің продюсері былайша айтқан. Мысалы, әкпенің өзінің жеке шығармашылық концертіне себепші болған осы Мәкең деп айтсам болады. Жалпы енді бауырмашыл деп айтып жатырмыз ғой енді. Айналасын сол бауырмашылықтың арқасы шығар деп ойлаймын, жалғыз бізге емес. Қаншама адамдармен мықты қарым-қатынаста,
қаншама сазгерлермен, қаншама біріншіден жаңағы айта кететін болсақ, Сейдолла Байтерек мысалға, Сарыарқа әнін арнайы осы кісіге мысалға берген. Нұрғиса Тілендиевтің қаншама әндерін ол кісінің қасында жүрген. Өмір сабақ деген осы. Ән таңдаған кезде де өзінің талғамы бар. Мысалы, міндетті түрде ол әнді әбден сараптамадан өткізіп, ол әнді әбден қарап, сөздеріне, мағынасына әбден мән береді. Содан кейін барып, ұнап жатса ғана айтады. Кез келген әнді айта салмайды. Әкпенің әндерінің бәрі өте әдемі. Әкпенің айтатын, орындайтын, мысалы, отырардағы тойдың өзі қандай керемет. Мен айталам, Әкпе сияқты, Бағдат Сәмидинова сияқты дәл сол әнді ешкім орындай алмайтын шығар. Бір кездері мынандай жағдай болған, бір іс-шара тойға барған кезде Сарыарқаны бір рет айтты, және екінші рет тағы келіп сұрады. Сосын апайға айттым, айтасыз ба дедім. Сосын үшінші рет айтып болғаннан кейін үшінші рет келіп тағы сұрап жатыр. Енді елдің жаңағы жақсы көретіндігі ғой, өйткені елдің құлағындағы үлкен буын, ордан қуын бәрінің қалғаны Отырардағы той десе, Сарыарқа десе, бірден Бағдат Сәмидин қызы елестейді. Адыңызда Отырардағы тойда шыққан кезде деп алады да бірінші. Отырардағы той бастап кетеді ғой. Өртейді сахнаны. Өртеніп кетеді сахнаны. Нәке сахнаның сыртында мазам болмай тұр кішкене деп тұрады да, сахнаға шыққан кезде олай жанып кетеді ғой. Ана қай кезде еді мазасы болмай жүрген деп ойлап қаласың да, өйткені сахнаға шыққан кезде бүкіл халқына деген өзінің махаббатын білдіреді. Сахнаға шыққан кезде өзінің өнерімен халыққа паш еткен кезде ана өзінің энергиясын көрсетіп, бүкіл халық содан позитив алады негізінде. Сондай Әкпенің мақтылығы. Сұлулығыңыздың құпиясы неде? Ойбай. Жиі сұрайтын шығар, бірақ мен де сұрайыншы, мен де білгім келеді. Мүмкін басқа журналистерге айтпаған құпияңыз барып шығар, осы сұлулыққа қатысты. Білмеймін. Мен осы ылғи күліп жүріп, көңілім ылғи көтеріңкі. Сенің кейін де сондай болатын шығар деп ойлаймын. Мен көп жүрем. Мен әдейі осы Астанаға келгенде ботаникалық бақ бар ғой, сол бақтың жанынан алдым. Мен күніге кеш мына ботаникалық бақты аралап шығуым керек деген сияқты. Бұлай жалпы көлемі 4 километр екен. Соны 2 рет айлансаң 8 километр жүзгесің. Әншілігін ұстаздықпен ұштастырған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі өз шәкірттерімен мақтанады. Әншіліктің қыр-сырын меңгертіп қана қоймай, үлкен сахнаға шығуларына мұрындық болған. Кейбірді жылатып алып, сен түсінбейсің да сен деген сияқты Қатал боласыз, қатал болам. Неге мұнандай? Айқайлағаның бәрі ән емес. Адам жанымен, жүрегімен жиып айту керек. Жігерлән болатын болса оның, сенің жігерің қайда? Сен не, кемпір болып қойған жоқсың ғой, болмаса шал болып қойған жоқсың. Немене енді? Деген сияқты кәдімгідей ұрсып, жігерлендірем. Менің бір қызым бар еді, өте сонда баяу болып келді, бір ұрысқаным бар, қатты. Ол жылап, сол жерде жылады, ақырын көзін не қылды да, далаға шығып алып, әбден өксіп жылапты. Мен апай ұрысты деп. Бірақ кейін нәтиже көріп отырмын. Кәдімгідей жиналып алды қазір менің репертуарымнан бір жігерлі ән бар еді. Айт осыны деп. Кәдімгідей айтып жүр. Менің толқын деген әдемі. Менде Ақбота Құснадин деген. Филармонияда қазір әнші. Менің Әділет деген балам бар. Жан жүрегімен айтатын бала. Осындай балаларды, ана балаларды аялап осы бүйтіп қалам. Қазір тағы бір Семейдің қызы Зарина Тоқтарова деген. Соны кішкене жетелеп жүрмін. Дауысы әдемі. Жалпы Бағдат апайдың шәкірті болып келе жатқанымызға биыл 4-ші жыл. Осы 4 жылдың ішінде Бағдат апай бізге барлық қазақтың өнерін бойымызға сіңіріп келе жатыр. Ол кісі өзі талапшыл, еңбекқор, бізге әрдайым дұрыс бағытты көрсетіп отырады. Қасынан тастамайды, қандай концерті болсын, сұхбаты болсын, аузынан тастамай менің шәкірттерім деп айтып отырады.
Өткенде шабыт триосы, шабыт тобы деп барлық жерде айтып отырғанмен, бізге жеке қалған кезде өзі ұрсып алады, қаталдығы да бар, талапшылдығы да бар. Соның қаталдығы мен талапшылдығының арқасында, апайымыздың арқасында біз осылай бой түзеп келе жатырмыз. Апай бізге үлкен өнеге көрсетіп келе жатыр. Бағдат апайдың шәкірті болу біз үшін үлкен бақыт, кейбіреулер үшін арман. Сондықтан да біз апайымызбен мақтанамыз. Біздің трио енді шабыт деп аталады. Бұл енді біздің Қазақ ұлттық өнер университетіне байланысты қойылған. Өзіміздің шабыт деп әрқашанда шабыттанып жүрсін деп біздің топта әдейі атаған болатын. Біздің топта енді 3 қызбыз. Біз енді топ болып 2021 жылы құрылған болатынбыз. Арнайы іріктеу өткізіп осы Бағдат апайымызға ең алғаш келген болатынбыз, бірінші курс шәкірттері болып. Енді бұл жерде өте көп жұмыс жасалынды. 4 жыл аралығында апайға айтатын алғысымыз өте үлкен. Тәжірибе жинадық. Сахнада өзімізді қалай ұстау керек. Репертуар жағына келетін болсақ, енді біз халық әндерін дәріптегенді дұрыс деп санаймыз. Міне қымбат көрермен, сәлден кейін Бағдат Самидинованың ән кеші басталмақ. Халық көптеп жиналуда. Көрерменнің ыстық ықыласын өздерінен сұрап көрейікші. Жүріңіздер. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Бағдат Самидинованың қай әндерін сүйіп тыңдайсыздар? Мен өзім Сарыарқа деген ән өте жақсы көрем. Енді тағы басқа өлеңдері бар ғой, бәрі ойымызда тұрмайды. Сүйікті әншім. Жақсы көреміз Бағдат Самидинованы да, басқа артистерді өзім ән айтқан адамдардың бәрін жақсы көрем. Соның концертіне қалмай келем, артистердің болған. Бағдат Самидинов үлкен артист қой, енді көптен келе жатқан сүйікті әншіміз. Көп рахмет сіздерге. Қолдарына әдемі гүл шоқтарын ұстаған аруларды көріп тұрмын. Жақынырақ барып танысып көрейік. Кеш жарық арулар, гүлдеріңіз, өздеріңіз де әдемі екенсіздер. Концертке келдіңіздер. Арнайы келдік. Концертке арнайы келдік. Бізді бүгінгі кештің иесі Бағдат апамызды бүгінгі шығармашылық кешіне арнайы Алматыдан келдік. Қазір ұшақтан түстік. Апамыз әлі білмейді. Апам әлі білмейді. Тосынсый. Келе алмаймыз дегеніміз алдында. Расында да келе алмайтын болғанбыз. Бірақ енді оған араласып жүрген достығымыз, сырластығымыз, бір-бірімізге деген құрметіміз және әсіресе осы Бағдат Самидинова деген әншіге деген біздің құрметіміз бөлек. Сондықтан шыдай алмай екеуміз қол ұстастықтағы қоштық бүгін. Бұйырған нәрсе кетпейді екен. Аллаға шүкір аман есен жеттік. Ең бастысы біз Бағдат апайымызбен 20 жылдай сырлас доспыз. Біздің анамыздай өнердегі жанашырымыз, сосын кейін шәкіртіміз. Ылғи да қасында боламыз. Енді ол кісі Астанаға кетіп қалғандықтан біраз кішкене кейінгі кездерде біраз алшақтап, сирек. Бірақ Алматыға келгенде тағы да қосып бірге жүреміз. Сондықтан ең бірінші шығармашылық кеші құтты болсын. Алла ұзақ ғұмыр берсін дейміз. Кеш жарық. Қош келдіңіздер. Рахмет, саламатсыздар ма? Біз бүгін Бағдат апайдың концертіне қолдау ретінде келдік. Біз Бағдат апайдың әріптестеріміз Қазақ ұлттық өнер университетінде бірге қызметтес балаларға, студенттерге тәлім тәрбие беріп жатқан жайымыз бар. Сол бүгінгі Бағдат апайдың кеші өте бір үлкен жақсы деңгейде өтуіне тілектеспіз. Соған өзіміздің үлесімізді қосайық, өзіміздің демеуімізді берейік деп қолдау көрсетіп, біздің Қазақ ұлттық өнер университеті эстрада өнері пәндік циклдық комиссиясынан көптеген ұстаздар, оқушылар осы концертке арнайы келіп отырған жайымыз бар. Кеш жақсы өтсін. Рахмет сіздерге де, сәттілік. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Концертке келдіңіздер, Бағдат Самидинованың. Қандай әндерін сүйіп тыңдайсыздар? Не айта аласыздар? Сарыарқа. Несімен ұнайды бұл ән? Келе жатқанда бірінші естіген әніміз ғой ол Сарыарқа. Өзіміз Сарыарқан жерінде жүргеннен кейін әрине ұнайды. Концертке келдік міне. Мамам Шымкенттен қыдырып келген, сол концертке бола. Сол көруге ынтықпыз. Шымкенттен концертке арнайы келдіңіз, Бәрекелді, тамаша. Көруге келдік өзін. Қош келдіңіз, Рахмет. Мамам жақсы көреді ол кісіні. Сүйіп тыңдайды. Сондықтан жақсы көреміз. Кеш жарық, концертке келдіңіз. Концертке келдік. Бағдат Самидинова өте жақсы әнші. Талай жылдар дауысы әдемі. Өте қуаныштымыз келгенімізге. Балалар алып берді. Сол табысына табысқа жете берсін, өнері өрлей берсін. Көп рахмет сізге. Мен осы кісінің творчествосын өте жақсы көремін.
осындай мейірімді, әдемі, сондай сұлу әнші өте жақсы көремін. Бағдат Самидинова мен Алматыда бірге оқыған едім. Ол 70 пен 75-ің аралығында. Бағдат сол кездің өзінен ерекше әнші. Жаңағы одан кейін біз бірге арнайы жолдамамен жазғанда бірге қызмет жасадық. Міне халықтың қалаулы, елдің сүйікті әншісіне айналды. Ол бізді өте қуантады. Сондықтан да әлі де міне сахнадан түскен жоқ. Әлі де шығармашылық табыстар тілеймін. Елдің алдында осылай жарқырап жүре берсін дегім келеді. Халықтың міне келгеніне қарағанда, халықтың сүйікті әншісі екенін көрініп тұрмыз. Мына менің класстас құрбым тоже бірге келіп отыр, міне астаналық. Мен соны Көкшетаудан келіп тұрмын. Мен өзім Бағдат Самидиновның бала кезімнен жақсы көрем. Ол кісінің айтқан лебізі, айтқан әндері ылғи да менің ойымда қалған. Сондықтан да міне құрбыммен келіп отырмын. Бағдат Самидин қызын ән кешімен құттықтау үшін өнерде бірге жүрген әріптес достары да арнайы келді. Олардың ішінде әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Өнербаев та бар. Бағдат, ал құтты болсын кешің. Қайтан рахмет. Елдің енді қошеметі, елдің өзіңе деген ықыласы ерекше ғой. Бүгін де дәл солай жоғары деңгейде өтетініне тілектеспін. Ең бастысы даусың бағында болсын, денің сау болсын. Биыл керемет жақсы турне жасадың, елді араладың, елдің қошеметін, елдің қолпаштауын көріп қайттым. Туған өлке, топырақ, туған жер. Енді соның бәрі саған кішкене дем береді. Бүгін енді елордада, мынау керемет үлкен сахнада, елдің алдындағы бір жақсы есебің құтты болсын. Шырқай бер, шарықтай бер, шабытың таусылмасын. Елдің қошеметіне, сүйіспеншілігіне бөлемін. Бүгінде жарты ғасыр ғұмырын сахнаға арнаған халық сүйіктісі 70 жаста. Өнердің шыңын бағындырып, марапаттың айтулысын еленген Бағдат Самидинова үшін өнер өмірдің мәні, ал халықтың сүйіспеншілігі ең жоғары марапат болып қала бермек. Адам өзі алдына мақсат қойған кезде бәрін орындайды екен. Соған жету үшін не бір қиындықтарды да жеңеді екен. Шаршауды да жеңеді екен. Менің өмірім тек осыған арналса керек, осы өнерге арналған болу керек. Өнерім менің бағым.